Салық төлеушілердің назарына 1 сәуірге дейін жеке тұлғалар үшін көлік құралдарының салығын төлеу мерзімі аяқталған болатын. Енді борышкерлер берешегін мәжбүрлі түрде өндіріледі. Ал Арыс қаласы бойынша көлік салығын төлемегендердің саны 554-ке жеткен. 2022 жыл үшін көлік салығын төлеу мерзімінің аяқталғанына байланысты 4 сәуірден бастап салық сомасын уақытылы төлемеген жеке тұлғаларға салық берешегі туралы хабарлама жіберілген болатын. Алайда әлі күнге дейін көлік салығын төлемей жүрген азаматтар бар. Осыған орай Арыс қаласында мемлекеттік кірістер басқармасы көлік салығын тексеру бойынша рейдтік жұмыстар жүргізіп жатыр. Арыс қаласының тұрғындары бүгінгі таңға салық бұйрығы бойынша орындалмаған көлік салығы бойынша 942 жыл басында салық бұйрығы шыққан. Оның сот орындаушыларға жолданған 942, бүгінгі таңға орындалған 388, 554 хабарлама орындалмай тұр. Сол себепті осы салық міндеттемелерін орындау көлік салығы бойынша 1 сәуірге дейін болатын. Бүгінгі таңға орындалмай отыр. 3 ай өтсе де сот орындаушыларға жолданды. Сол сот орындаушылардағы міндеттемелеріңізді уақытылы салық алдындағы орындауларыңызға шақырамыз. Бүгінгі таңға Арыс қаласында 29.978.000 теңге қарыз берешегін құрап тұр көлік салығы бойынша. Осы көлік салығы бойынша міндеттеріңізді орындауға шақырамыз. Салықшылардың дерегінше қарызын төлемегендер арасында қаламызға белгілі адамдар да жетерлік. Алдағы уақытта көлік салығын төлемегендердің құжаттары тиісті заңдылықтарға байланысты сотқа жолданып, мүліктің есебінен өндірілетін болады. Жұмайым Абызбай, Бақдәулет Шақапов, Арт ТВ жаңалықтары.